Армысыздар, эфирде корпоративті телеарнаның кезекті жаңалықтары. Студияда Қазтрансойл акционерлік қоғамы 28-ші Қазақстандық мұнай және газ халықаралық көрмесі мен конференциясына қатысты. Биыл көрмеге Әзербайжан, Бахрейн, Германия, Италия, Қазақстан, Канада, Қытай, Малайзия, Ресей, ақш, Түркия, Франция, Оңтүстік Корея және Жапониядан келген 196 мұнай газ компаниясы қатысты. Толығырақ бейнематериалдан көрейік. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы стендінің құрамымен бірге ұсынылды. Экспозицияда компания қызметкерлері елдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесіне арналған тақырыптық бейнероликтің тұсаукесері өтті. 3 күн ішінде 50-ден астам кәсіпорын Қазтрансойл акционерлік қоғамымен ынтымақтастыққа қызығушылық танытты. Жыл сайынғы Киоджи көрмесі бізге өндіріс саласындағы жаңашылдықтармен танысуға мүмкіндік береді. Мәселен, бүгін мен мұнай-газ саласындағы сорғы бөлшектерінен, соңғы үдерістермен хабардар болдым. Экспозиция 13 бағытты қамтыды. Оның ішінде геология, геофизика, цифрландыру, инжинирингтік шешімдер, инфрақұрылымды дамыту. Олар жетекші өндіруші мұнай-газ және мұнай сервис кәсіпорындарының мұнай-газ өндіруші кәсіпорындары үшін жаңа технологиялық, инжинирингтік және бағдарламалық әзірлемелер ұсынды. Көрме жыл сайын түрленіп келеді. Мәселен, біз бүгін көрмеде өзге елдердің өндірісте қандай технология қолданып, қандай жаңа қондырғыларды ұсынатынын көрдік, тәжірибе алмастық. Көрме конференция аясында экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, мұнай өңдеу, мұнай тасымалдау және жаңа технологиялық шешімдер, қалдықтарды кәдеге жарату тақырыптары бойынша панельдік сессиялар өтті. Меруерт Палмаханова, корпоративті телеарна үшін Алматыдан. Жаһандық экономикадағы өзгерістер күн сайын шағын кәсіпорындар мен ірі өнеркәсіптік алыптардың қызметіне әсер етеді. Экономикалық сын тегеуріндерге қарамастан, Қазтрансойл акционерлік қоғамы мұнай тасымалдау жөніндегі ұлттық операторы өзінің барлық бағыттары бойынша тұрақты жұмысын жалғастыруда. Қазтрансойл акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Марат Орманов компания даму перспективалары мен балама шешімдерді іздестіру туралы айтып берді. Ол бүгінгі таңда қаржылық тұрақтылықты сақтау және компанияның ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз ету маңызды екенін атап өтті. С точки зрения производственных показателей мы видим... Көрме жыл сайын түрленіп келеді. Мәселен, біз бүгін көрмеде өзге елдердің өндірісте қандай технология қолданып, қандай жаңа қондырғыларды ұсынатынын көрдік, тәжірибе алмастық. Павлодар мұнай құбыры басқармасы жас мамандар кеңесінің мүшелері бастапқы кәсіподақ ұйымының қолдауымен халықаралық қарттар күніне орай бірқатар зейнеткерге құрмет көрсетті. Мұнай тасымалы саласын дамытуға өз үлесін қосқан Александр Клементьев, Мәжит Қыдырбаев, Иннокентий Аксеновке азық-түлік және дәрі-дәрмек сатып алу үшін сертификаттар табыс етілді. Прииртышск апатты қалпына келтіру пункті орналасқан Железин ауданына қарасты Прииртышск ауылында тұратын Иннокентий Аксенов мұнай тасымал саласындағы еңбек жолы құбыр бойында өткенін айтады. Ол 10 жылдан астам уақыт бойы технологиялық сорғылар слесарі болып еңбек еткен. Бір сорғыларды жөндеу, тазарту жұмыстарын жүргіздік. Мұнайды сыйымдықтарға және сыйымдықтардан магистральдық құбырға құю жұмыстарын атқардық. Тіпті қазандық үшін сыйымдықтан мұнай құйған күндер болды. Ал Мәжит Ақсақал тыл еңбеккері. Ол да Прииртышск ауылында тұрады. Қазіргі күні 94 жасты еңсерген Ақсақал өзі еңбек еткен жұмыс орындағы жастар қашанда көмек қолын созып көмектесіп тұратын, ұмытпайтындарын айтады. Бұл азаматтықтар үшін компания басшылығынан бастап барлық мұнай құбыршыларға деген ақ батасын жаудыруда. Сендердің сыйлағандарыңа Алланың рахматы жаусын қарғандарым. Өмірлерің ұзақ болсын. Алла тек бала шағаң өсіп, тек ұрпағың өсін. Павлодар мұнай құбыры басқармасының құрылымдық бөлімшелері арасындағы шағын футболдан турнир өтті. Онда Павлодар бас мұнай айдау станциясының командасы 2 жыл қатарынан чемпион атанды. Аталмыш жарыс компанияның 25 жылдығымен биыл бірінші рет еліміз бойынша тойланып отырған кәсіподақтар ұйымының кәсіби мерекесіне айналды. Жасыл алаңға шыққан мұнай құбыршылар ауа райының қолайсыздығына қарамастан ойын көрігін қыздарда түсті. Әрбір 10 минутқа созылған 2 тайымдық кездесулер қызықтарға толы өрбіді. Биылғы жарысқа басқармада тәжірибеден өтіп жүрген студенттер де қатысқан атап өту керек. Биыл бірінші рет кәсіподақ ұйымдар қызметкерлерінің күні белгіленді. Біз сіздермен барлығымыз кәсіподақ ұйымының мүшелеріміз. Бәріміз кәсіподақ ұйымының қорғауындамыз. В турнире у нас участвовало 5 команд. Турнирге 5 команда қатысты. Сонымен қатар басқармада тәжірибеден өтіп жүрген студенттерді шақырдық. Аталмыш турнир салауатты өмір салтын қалыптастыру, спорттық шеберлікті шыңдау мақсатында өткізілді. Мы студенты ПГУ
проходили производственную... Біз Павлодар мемлекеттік университетінің студенттеріміз. Павлодар басқармасында практикадан өттік. Осындай шара үшін алғыс білдіргіміз келеді. Турнир жақсы өтті. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер, сондай-ақ аталымдар бойынша үздік ойыншылар анықталып, бастапқы кәсіподақ ұйымы тарапынан сыйлықтарға ие болды. Павлодар бас мұнай айдау станциясының командасы 2 жыл қатарынан чемпион атанды. Осымен біздің жаңалықтар тамам, амандықта жүздесейік.